1, 2, 3. Не деген сөздерге? Бұл видеоны сіздерге арнап ұсынуымның себебі толқыныс пен қобалжу осындай маңызды сәтте жүрек түпкіріндегі алғысымды, шынайы сезімімді толық жеткізе алмай, кейбір сөздерді ұмытып та қалуы мүмкін. Сондықтан осы бейне жазба арқылы сіздерге айтқым келген әрбір сөзді, әрбір алғысымды, әрбір шынайы лебізімді жүректеріңізге жеткізгім келді. Менің балалық шағым ең керемет кезең болды. Ол күндер еркеліктің, қуаныштың, шынайы күлкінің уақыты еді. Достарыммен асыр-сап ойнап, ата-анамның мейіріміне бөленіп, әр күнді бақытқа толтырып өткіздім. Ол кездерді сағынышпен еске аламын. Өйткені дәл сол шақтар мен үшін ең керемет естеліктер болып қалды. Студенттік шақ өмірдегі ең қызықты кезең. Ер жетіп, үлкен өмірге қадам басқанда жаңа әлем есігін ашады. Оқу табалдырығын аттаған сәт естен кетпес ерекше кезең. Бұл армандар орындалатын, жаңа достар табылып, студенттік шақтың қызығы достармен өткен әрбір керемет кештер. Жаңа ортаны танып білу, өмірлік сабақ алу студенттік шақтың ең қымбат естелігі. Өмірдің жаңа парағы отбасы құру. Алдымда жаңа бір асу күтіп тұр. Ол өзімнің өмірлік серігімді тауып, отбасы құру. Бұл өмірдегі ең маңызды әрі бақытты шешімдердің бірі. Өмірлік серігім мөлдір, мен үшін мокш. Біз отбасымыз. Бұл махаббаттың, сыйластықтың, түсіністіктің алтын ұясы. Бірге күлкіге бөленген кештер, өмірдің қуанышы мен сынақтары бәрі шынайы махаббаттың белгісі. Сондықтан келіншегім Мокшке ризамын. Үйленгеннен кейінгі өміріміз шексіз бақыт пен шаттыққа толы болды. Бірақ шаңырағымыз толыққанды болу үшін жүрегіміз сәбидің шат күлкісін аңсады. Уақыт өтсе де, бұл тәтті арманымызға жете алмай, үмітпен сағынышқа толы жылдарды артқа тастадық. Кейде тағдырдың сыйы кешігіп келетіні бар. Бірақ сол күту ең үлкен сынақ, әрі ең үлкен бақыттың бастауы екен. Біз 7 жыл бойы осы қуанышты күнді армандап, әр күнді үмітпен өткіздік. Жүрегімізде бәрі өз уақытында деген сенім болды. Ақыры Алланың бізге арнаған қымбат сыйы сәбиімізді нәсіп етті. Сол күнгі қуанышымызды сөзбен жеткізу мүмкін емес. Жылдар бойы жүрек түпкірінде жатқан сағыныш, көздегі қуаныштың жасы, жүрегіміздегі алғыс бәрі бір сәтте еселенді. Біз үшін бұл 7 жыл сабыр мен сенімнің, шынайы махаббат пен үлкен үміттің кезеңі болды. Енді біздің шаңырағымызда сәби күлкісі естіліп, жүрегіміз шексіз бақытқа бөленді. Кейде ең кешігіп келген бақыт, ең қымбат бақыт болады екен. Сондықтан біз секілді сәби күтіп жүрген отбасыларға айтарымыз, әрбір арманның өз уақыты бар. Көктемнің кешіккені оның келмейді деген емес. Әркімнің тағдыры әртүрлі. Бірақ әрбір ата-ана болғысы келген жүрекке бір күні сәби сүю бақыты бұйырады. Сеніміңізді жоғалтпаңыз. Бәрі өз уақытымен келеді. Бақыт сіздің де есігіңізді қағады. Жаным балам, менің ең үлкен бақытым сенің бар екенің. Өмірдегі әрбір қадамың, әрбір күлкің біздің жүрегіміздегі ең жарық шырақ. Сенің осы өмірге келіп, оны бұрынғыдан да мәнді, бұрынғыдан да шуақты еттің. Болашағың жарқын, жолың ашық болсын. Қай жерде жүрсең де өзіңе сен, армандаудан шаршама, алға ұмтыла бер. Әкең мен шешең әрқашан саған сүйеніш, сенің әрбір жеңісіңе шын жүректен қуанатын адамдар. Міне, осындай адам тәрбиелеппіз деп айтуға лайықты бол. Шыншыл, жүрегің кең, ақылды, мейірімді бол. Арманың асқақ, қадамың нық, өмірің мәнді болсын. Біз сені шексіз жақсы көреміз.
Әке, ана, сіздер мені жақсы тәрбиелеп, өмірдің дұрыс жолын көрсетіп, әрқашан демеу болдыңыздар. Сіздердің еңбектеріңіз бен махаббаттарыңыздың арқасында мен өзімді бақытты сезінем. Асыл енем, сіз маған анамдай болып, жылы сөздеріңізбен, ақыл кеңестеріңізбен әрқашан қолдау көрсетіп келесіз. Сізге деген алғысым шексіз. Сіздердің арқаларыңызда біздің шаңырағымыз берекелі, өміріміз мәнді. Алла сіздерге ұзақ ғұмыр берсін, мықты денсаулық, қуанышты күндер нәсіп етсін. Біз сіздерді шынайы, шексіз жақсы көреміз. Барша қадірлі қонақтар, сіздердей жарқын жандардың жанымыздан табылуы біз үшін зор бақыт. Бүгінгі қуанышымыз сіздердің қатысуларыңызбен еселене түсті. Әрбір жылы сөздеріңіз, ақжарма тілектеріңіз жүрегімізде мәңгі сақталады. Алла сіздерді қуаныштан айырмасын. Әр шаңырақта береке бірлік, амандық, бақыт орын алсын. Бүгінгі жүздесуіміз, ақ дастарханымыз, әрбір сәтіміз баянды болсын. Шын жүректен алғысымызды білдіре отырып, әрбіріңізге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, баянды бақыт тілеймін. Рахмет сіздерге.